Сәлем жас түлек, бүгін сіздермен біз тыныс алу мүшелерін өтетін боламыз. Яғни тыныс алу мүшелерінің ішіндегі ең негізгі ол бізде өкпе болып табылады. Жалпы тыныс алу деп отырғанымыз не? Тыныс алу деп отырғанымыз сыртқы ортамен адамдардың газ алмасу процесі. Яғни СО2 газын ішкі ортадан шығару және оттек газын ішке қарай жұтылу болып табылады. Тыныс алудың өзінің екі түрі бар, яғни өкпелік тыныс алу және ұлпалық тыныс алу болып табылады. Өкпелік тыныс алу деп отырғанымыз, кәдімгі тыныс алу түрі, біз оттек газын ішке қарай жұтамыз және қалыпты тұрғыда СО2 газын бөліп шығарамыз. Ал ұлпалық тыныс алу деп отырғанымыз, біздің жұтқан оттек газымыз одан ары қарай қан тамырлар арқылы ағзаның басқа мүшелеріне де тасымалдануы. Осы ұлпалық газ алмасу деп аталады. Яғни ұлпалардың, жасушалардың және қанның арасында жүретін процесс болып келеді. Және одан бөлек тыныс алудың өзінің екі түрі бар. Көкіректік және құрсақтық тыныс алу деп аталады. Көкіректік тыныс алу деп отырғанымыз бізде көбінесе әйел адамдарға тән болып келеді, ал құрсақтық тыныс алу деп отырғанымыз ер адамдарға тән тыныс алу түрі болып келеді. Алайда жалпы тыныс алу мүшелеріне тоқтала кететін болсақ, тыныс алудың ең негізгі мүшелерінің бірі бізде мұрын қуысы болып табылады. Яғни мұрын қуысының негізгі қызметі мұрындағы сілемейлі қабықшалар ішке кірген ауаны бірінші кезекте жылытады және ішке кіріп жатқан микробтарды ұстап тұтып қалатын қабықша, яғни сілемейлі қабықшасы бар болып келеді. Ал одан кейінгі мүше бізде ол жұтқыншақ. Мынау көріп тұрғандарыңыз, яғни ол бізде жұтқыншақ болып табылады. Жұтқыншақ ОБТ-да ас қорыту және тыныс алу мүшесі, яғни екі мүшеге де ортақ. Тыныс алуда ас қорыту мүшесіне жатқызылады. Осы жерде орналасқан. Келесі, яғни көлемі де кішкентаяқ болып табылады. Тыныс алудың жұтқыншақтан кейінгі бөлігі көмей немесе көмекей деп те атала береді. Ол бізде жаңағыдай ең негізгі қызметтерінің бірі дыбыс шығаруға қатысады. Көмейдегі ең үлкен шеміршек деп сұралады, ол бізде қалқанша шеміршегі. Осы маңда орналасқан. Келесі бізде көмейден кейін жұтқыншақ. Жұтқыншақ ол біздерде жалпы өңештің алдыңғы жағында орналасқан тыныс алу мүшесі деп сұралады. Жауабы жұтқыншақ болады. Кеңірек болады. Мына жерде орналасқан кеңірдек. Келесі ары қарай жалғастыратын болсақ бізден кеңірдектен кейін мына жерде көрсететін болсақ бронхлар. Адамда екі бронхы, яғни екі өкпеге тарамдалған бронхлар, кеңірдектің ұшы. Бронхлар одан ары қарай бронхиалларға тарамдалады, ал бронхиаллар альвеоллар, яғни ауа көпіршіктерімен аяқталатын болып келеді. Бұл жалпы тыныс алудың жолы болып табылады. Сіздер тыныс алудың өзін екіге бөліп қарастырады. Тыныс алудың негізгі мүшелері және ауаны тасымалдайтын мүшелері бұл. Ауаны тасымалдайтын мүшелер жаңағы айтқандай мұрын, жұтқыншақ, көмей немесе көмекей, одан кейін кеңірдек, кеңірдектен кейін бронхлар. Олардың барлығы ауаны тасымалдау. Ал енді келесі бізде негізгі тыныс алу мүшесі өкпе. Адамда өкпенің өзінің сыртқы қабықшасы болады, яғни оны плевра деп атайды. Өкпе қабықшасы немесе өкпе қап деп атайды. Өте жұқа болып келеді. Және өкпе ол бұлшықетті зат емес. Өкпе ол өзі кеуекті мүше. ОБТ-да дәл осылай сұралады, яғни тыныс алуға қатысатын кеуекті жұп мүше болып. Оның жауабы өкпе болады. Себебі өкпені егер шын мәнінде үстін басып көретін болса, оның іші ауаға толы әртүрлі көпіршіктердің дыбысы шығады. Келесі бізде яғни айтып кететініміз мынау өкпенің толық құрылымы. Өкпе, оң жақ өкпенің өзі үш бөліктен тұрады. Мынау оң жақ бөлігі, яғни бірінші, екінші бөлігі және мынау көріп тұрғандарыңыз үшінші бөлік. Яғни үш бөлікке бөлінген. Ал енді сол жақ өкпе ол бізде екі бөлікке бөлінген. Бір бөлік және екінші бөлік. Тек екі ғана бөліктен тұрады. Бұны жаттап алсаңыздар, себебі ОБТ-да бір жауаптық тест нұсқаларында көбірек кездесетін сұрақтардың бірі. Енді егер өкпеге ауа жіберген жағдайда, ол система былай жұмыс жасайды. Қазір көріп тұрғандарыңыздай міне. Өкпе үлкейіп, кішірейіп тұрады. Ары қарай жалғастырсақ, бізде келесі мынау бронхиаллар, яғни өкпенің тарамдары. Мынау
әр бронхиаланың ұшында альвеолалар орналасады. Альвеолалар іші ауаға толы өкпе көпіршіктері. Егер біз ішке қарай ауаны жұтатын болсақ, өкпе көпіршіктері ісініп үлкейеді, ал керісінше сыртқа қарай ауа шығарған кезде өкпе көпіршіктерінің көлемі кішірейіп қалады. Альвеолалар туралы тағы да айта кететін болсақ, альвеолалардың өзі жұқа бір қабатты эпителийдан тұрады, және олардың сыртында капилляр қан тамырлары орналасқан. Жаңа сіздерге айттық, ұлпалық газ алмасу деп. Яғни ұлпалық газ алмасу жүрген кезде альвеолалардың іші оттегіне толады, және сол оттегі альвеоланың сыртын қаптаған қан тамырлар, яғни капиллярларға өтеді. Капиллярлардан басқа ірі қан тамырларға, одан ұлпа мен басқа мүшелерге жеткізіледі. Сондықтан да оны ұлпалық газ алмасу деп атайды. Және бізде өкпенің қан тамырлары. Егер біле білсеңіздер, өкпенің өзіндік қан айналым жүйесі бар, оны бізде өкпелік шеңбер немесе кіші қан айналым шеңбері деп атайды. Ол, яғни жүректен келген қан өкпеге барады және қайтадан айналып жүрекке барады. Яғни тек осы екі ортада ғана жүзеге асырылады. Өкпенің ең ірі қан тамырлары өкпелік вена және өкпелік артерия болады, ал одан бөлек тарамдары өкпелік капиллярлардан құралған, яғни қылтамырлар. Келесі бізде айта кететін болсақ, өкпенің жалпы аурулары бар, яғни тыныс алу аурулар деп атайды. Ол бізде пневмония, бронхит, тұмау, немесе жаңағы астма, тыныс алу жолдарының қабаттарын бұзылуы, немесе өкпенің толықтай өзінің зақымдалуынан пайда болады. Құрметті оқушылар, тыныс алу туралы ақпарат жалпылама осы. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта көріскенше.